Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздер менен өте жеңіл дайындалатын кекс пісіреміз. Өте тез дайындалады. Сол себептен алдын ала пешімізді қыздырып қоя берсеңіздер болады. Осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біздерге қажет болады сұйық май, қант, жұмыртқа, ұн, кішкене тұз, қопсытқыш керек болады. Ең алдымен бізге қажетті 3 жұмыртқаны ыдысымызға салып, үстіне кішкене тұз және 150 грамм қантты салып жақсылап араластырамыз. Егер сіздер тәттіні қатты жақсы көрсеңіздер, үстіне 200 грамм қант қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қанты ерігенге дейін. Үстіне 70 грамм сұйық майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алып, үстіне аз-аздан ұнды електен өткеріп салып аламыз. Ұнымызды бірден барлығын салып жібермейміз, аз-аздан осылай бөліп салып аламыз. Үстіне бір ас қасық қопсытқышымызды қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Менде осындай масса болып шықты. Осындай қатты да сұйық та емес, қатты қою да емес, осылай болып шығуы керек. Енді массамызды осындай формаларға құйып шығамыз. Форманы толтырмаймыз, жартысына келтіріп құйып шығамыз. Мінекей мен осылай формалардың барлығына құйып шықтым. Енді қызып тұрған печкіде 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Достар, мінекей кексіміз пісіп шықты. Піскендігін ағаш таяқшамен көрсеңіздер болады. Құрғақ шығуы керек. Достар, мінекей кексіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, әрі тез дайындалатұғын рецепт. Бірінші рет жасап көрсеңіздер де ұқсап шығатұғын рецепт. Достар, видео ұнаған болса, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда ең жақсы рецепттермен бөлісемін.